Сіздермен Арман Ыдырыс, сіздерге мен бүгін екі механизм көрсетемін. Ол механизм жасырын үйлерге өте қажет болады. Ал кеттік. Міне бірінші біз механизм, міне бұл механикалық есік деп аталады. Міне оны тексеріп көрулеріңіз үшін міне мынаны басқан кезде, плитаны басқан кезде бұл жерде ешқандай істер тепшек көріп тұрған жоқсыздар. Өзіңіз арада кете береді. Ал бұлардың қалай істелу керек екен білгіңіз келсе, дәл қазір лайк басып каналымызға тіркеліңіз. Ол ешқандай сіздің 2 секундыңызды алады. Жарайды, мен сіздерге түсіндіре бастайын. Бірінші механикалық есіктен бастайық. Механикалық есік тура мен қалай істеймін, солай істеңіздер. 1, 2, 3 1, 2 тура осылай істеңіздер. Және мына жерде үшеуін алып тастаймыз. Бізге липкий поршень керек. Липкий поршень болмаса, ол біздің механикалық есігіміз жүзе аспайды. Не ортаға бір блоктың орнын қалдырып кетесіздер. Әдеттегідей міне 2 жағын 2 қабырға қойып, тағы сол жақтағы сұлбаны қайталайсыздар. 3 2 не осылай. Енді липкий поршень. Міне біздің механикалық бірінші бөлім бітті. Енді мына жерге красный повторитель қоямыз. Порох. Мен атауы басқаша, бірақ порох деп атаймын өзім. Енді біз есігімізді аяқтан отырып, оны тексеру үшін бізге красный факел керек. Красный факел қазақшалап айтқанда, түсіндірме тілмен айтқанда, тоқ деп есептесек болады. Міне істеп тұр. Міне аламыз, қайтадан көрдіңіздер ме? Ал енді екінші жағын істейік. Істеп біз пластина қойып, тура осылай алдыңғы сол жақ бөлігін қайталаймыз. Красный повторительді қоюларыңыз керек. Егер красный повторительді қоймасаңыздар, ол мүмкін емес. Красный повторитель тоқты өзіне қабылдап күш береді. Не бұл 2 жағы да істеп тұр. Енді біз оны жасырын үй деп атап кеттім. Мен жасырын үйді жасыруды көрсетейін. Кейбір адамдар болады, комментария сен жасырын үйлерді көрсетпеймін ғой, неге көрсетпеймін деп айтатын шығар деп көрсетуге тура келіп тұр. Егер видеоны тыңдап жатса, каналымызға міндетті түрде тіркеліңіздер. Қандай да бір комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте бағалы. Мен сіздерге бір күндік уақытымды бөліп, осы видеоны дайындадым. Сол еңбегімді бағалап алсаңыздар болады. Сіздер сол лайк пен комментарий енді ортасына, не есіктің басына жерді қоясыздар, блок. Және мына жерге, тура осы жерге красный повторитель қоясыз.
пластина қоясыздар. Міне мына жерге порықтың түскен жеріне 2 блок қоймай кетесіздер. Оларды былай қалап қоя саласыздар. Өйткені сіз мына жерге қоятын болсаңыз порық жалғаспай қалады. Міне осылай. Жағаны сөйте саласыздар, уақыттарыңызды алмай қойын. Міне осылай келесіздер. Міне есігіміз жабылды. Тоқтаңыздар. Мен бір нәрсе ұмытып кеттім. Мына жерге қоясыздар. Міне красный факелде қоясыздар. Красный факел үнемі доқ беріп есікті жауып тұрады. Оның жағына да сөйтесіздер. Бұл красный повторителді қоймасаңыздар істей болмайды. Біздің есігіміздің әдеттегідей жауап тұр. Мен осылай жүгіріп келеміз, ана есік ашылады. Ой, кіріп келмей қалдық. Жүгіріп келеміз. Ой. Түзелеп тұрып алайық. Жүгіріп келеміз, есік ашылады. Кіріп кетеміз. Ал енді біздің екінші механикамыз сатым. Саты тәріздес етіп істейсіздер. Ортасына жаңағыдай блок қоясыздар. Бұл да саты тәріздес болады. Әдеттегідей онда 2 қоясыздар. Енді тағы липкий поршенің артына 2 блоктан жалғайсыздар. Жақадым. Бұл 2 блок не десеңіздер порық тұратын жерге. Красный повторитель қойсамыз, порықты қоямыз. Алдына да және артына да. Енді ең маңызды жері осы красный повторитель 1, 2, 2, 3. Осылай ашып қойсыздар. Бұлар доқты қабылдап поршенге жеткізіп отырады. Осылай бірінші артына қойып шығайық. Красный повторитель. Бұл жаққа да сондай. 3 таңнан ашамыз. Мынаны 2 рет ашамыз. Мынаны 1 рет ашамыз. Мынауысы ашылмайды. Енді порықты алып тексеріп көрейік. Не істеп тұр? Неке істеп тұр? Енді аламыз. Сатымыз жабылды. Енді біздің ең маңызды жері ол міне. Порық осылай тұрады. Бұл жерге булыжникті аласыз. Тура осы қалпында қойасыз. Тура осылай қоюыңыз керек. Міне красный факелді аласыз. Бұл тоқты реттеп тұрады. Жабылу, ашылу ретін. Бұл болмаса болмайды. Міне красный факел қойасыз. Порық. Рет-ретмен істейсіз. Видеода қалай, солай рет-ретмен істеуіңіз керек. Міне осылай красный факел мына жерде өшіп қалуы міндетті. Міне тура осылай. Бір жағы өшіп, бір жағы жанып тұру керек. Енді мына жаққа жалғайсыздар. 2 порықтың ортасын қосасыз. Ортаны ашып, әдеттегідей пластинаны тастап кетесіз. Міне. Біздің не дайын. Міне қараңыз. Біз бір жаққа доқ барып тұр, бір жаққа бармайды. Пластинаны бастық.
бір жағы ашылып тұр, бір жағы жабылмай тұр. Енді оны реттеу үшін біз біріншісін көтеріп аламыз. Екінші мына ішкі жан құрамын порықтан осылай жалғастырып келеміз. Және осылай порық созыла бергеннен кейін порықтың күші әлсірей бастайды. Сол үшін красный повторитель қойып күшейтіп аламыз давай. Және осылай қойып шығамыз. Так, осы жерден бөлеміз. Біз оны жасырын үй деп жаңа тағы атап кеттім. Енді оны жасырын үйге жасыру үшін міне сіздерге көрсетіп кете салайын, ерінбей. Кейбір адамдар болады, сен жасырын үйді жасап ең ғой деп айтқан сияқты комментария жазып кетеді. Сол себептен мен істеп жатырмын. Сіздердің көп уақыттарыңызды алу маған қажет жоқ. Міне порықты осы жалғастырып келеміз. Міне мына жерден красный повторительді мына жерге қоямыз. Ары қарай бор. Және ортасына келгенде міне тоқ әлсіреп баратыр. Тағы красный повторитель қоямыз. Міне. Осылай. Тағы біздің тоғымыз әлсіреді. Мына жерге бүгін қояйық. Осылай. Енді мына порыққа жалғаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін міне қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерді үзіп тастайық сіздерге. Түсінікті болу үшін. Міне осылай қалпында тұрған деп есептейік. Не біз мына жерді қабырға қылайық. Дәу қабырға қылайық. Егер оны салатын болсаңыз, қорғаңыз дәу боласыз. Не осылай. Мен бір серверде ойнап жатқан кезде, мына жерде мен саты болады деп ойламадым. Бұл жа выживаниеде ойнап жатқан екен, өліп қала бердім. Әдеттегідей ол жерде тепшек болатын. Кейін білдім, бір үйеден көріп қалып. Сосын ғана білдім. Міне сөйтіп қашып келе жатамыз дағаны. Біздің ашылады. Және содан мініп біз қашып кетеміз. Ал енді мұн жаққа өткеннен кейін біз сатыны қолдан жауып кетеміз. Ол үшін біріншіден біз өзіміздің жолымызды салайық. Жолымызды. Енді біздің тоқты реттеп тұратын міне осы төрт бұрыш бізге өте қажет болады. Ол міне біз жаңа мына жақпен жалғап өткен болсақ, енді біз мына бетімен жалғаймыз. Жалғаймыз. Осы жерге келгенде тағы бір повторитель қоямыз. Өйткені тоқтың күші әлсірейді осы жерде. Жоқ, мына бетімен қоямыз. Осы бетімен қоюларыңыз керек. Міне осылай жалғастырып келеміз. Оны енді өзіңіз жасырасыздар деген ойдамын. Осы аумақты қоршап тастасаңыздар да болады. Міне мына жерден булыжниктен тепшек істеп жіберейік. Кішігірім ғана. Мына жерге повторитель қоямыз. Әдеттегідей, әйтпесе тоқтың күші әлсіреп, тоқ жетпей қалады. Мына жерге рычаг қоямыз. Алып сімлі. Не жабылып қалды. Ал осы саты жабылғаннан кейін міндетті түрде мына рычагты қайттан өшіріп кетіңіздер. Оны өшірмесеңіздер, сатыңыз қайттан ашылмай бұзылып қалатын болады. Тағы тексеріп көре салайық.
Жетеміз, мінеміз, асықпай шығамыз. Сау болыңдар зомбилер дейміз дағаны, сатын жауып кетеміз. Сатын өшіреміз де. Ары қарай өзіміздің қорғанымызды аралап қашып кетеміз. Менің екі механизмім осы. Құрметті көрермендер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мұны мен видеолардан көргенде өз басыма ұнаған және мен ол кісінің каналына тіркелгем. Құрметті көрермендер, мен каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Үшеуінің біреуін орындасаңыздар да жеткілікті. Егер каналымызға тіркелетін болсаңыздар, осындай механизмдер көп шығарамыз. Алдағы уақытта біз ақылды үй жасаймыз. Ақылды үй дегеніміз өз бетінше есік ашылып жабылып, осы механизмдерді үйдің ішінде қолданамыз. Менімен бірге болыңыздар, ол бір аптаның көлемінде шығады. Маған лайк бас, комментария басқандарыңызды қалаймын. Сау саламатта болыңыздар.